Бүгін мен сіздерге осы бір кейбір өзімнің тәжірибеммен бөлісейін деп тұрмын. Біріншіден, ешқашан қиындықтардан мойымаңыздар. Кім не десе де, кім қалай айтса да, өздеріңіздің алған бағыттарыңыздан қайтпаңыздар. Мен өмірімдегі бір оқиғаны айтып берейін. Дипломды алғаныма тек қана 2 жұма болды. Кездейсойық жергілікті газеттен маслихат депутаттығына сайлау жүретін хабарды көзім іліп алдым. Одан кейін достарыма барып, осы сайлауға қатысып көрейікші. Қалай болады екен деп, осы сайлауға қатысу туралы шешім қабылдадым. Сонда 21 жастағы кешегі студент бала қолыма өтінішімді алып, жергілікті сайлау комиссиясына барғанда, сайлау комиссияның мүшелері күлкісін жасырмады. Менің қарсыластарымда да дәл солай менсінбей қараған болатын. Кешегі студент бүгін сайлауға қатысып жатыр деген сияқты. Сайлаушыларыммен болған алғашқы кездесулерім де есімде. Сонда осындай ауылаларда сайлаушыларды жинап, үлкен халайық жиналғаннан кейін, мінекей енді сөз болашақ депутатқа үміткерге беріледі деп алдарына 21 жастағы мен шыққанда, бір сөзімді естімей-ақ, сол жиналған қауымның тек қана жартысы бір дегенде бұрылып өз үйлеріне қайтып кететін. Менің штабында болған өзімнің достарымнан басқа ешкім сонда бұл жеңістің мүмкін боларына сенген емес. Оны ашық айту керек. Ешкім сенген емес. Бірақ соған қарамастан, өзіммен бірге осы сайысқа түскен 11 басшы қоғам қайраткерлері болғандықтанына қарамастан, кешегі студент 21 жасар жай қарапайым бала осы сайлауды жеңіп түстім. Бұл мен үшін тек қана сайлаудың жеңісі болған жоқ, бұл мен үшін бұдан үлкен жеңіс болды. Ол әрине де мен өзімнің сайлаушыларымның сенімін алдым, және өзіме деген сенімділік одан сайын нығая түсті. Сондықтан сіздерге айтарым, естеріңізде болсын. Адам баласы өз күші мен арманына сену керек. Құласаң да қайта тұрып, алған бағыттан ешқашанда қайтпау керек деген келеді. Естеріңізде болсын, тағдыр мақсатты айқын және алған бетінен қайтпайтын адамдарды жақсы көреді. Екіншіден, қателесуден қорықпау керек. Барлық адамдар қателеседі. Адам баласы болғаннан кейін қателік жібермеуге болмайды. Бірақ ең маңыздысы сол қателіктерді емес, ең маңыздысы сол қателіктерді табу, оларды анықтау, және оларды түзеу, оларды білу. Сол қателіктерден кейін өзінде күш тауып, алға қарай арманына жету үшін жүру. Осы ең маңызды. Мектеп бітіргеннен кейін сол жылы сіздер сияқты мен де университетке құжатымды тапсырдым. Бірақ сол жылы грант алмадым. Оқуға түсе алмадым. Жақсы ұпай жинасам да, профильді пән бойынша соған байланысты оқуға түсе алмадым. Әрине де ол уақытта бұл бір үлкен күйзеліске алып келді. Бір осымен өмір аяқталған сияқты болды. Бұл менің өмірдегі ең үлкен бір қателігім сияқты қабылдадым. Әрине де қазіргі уақытта осылай біраз уақыт өткеннен кейін сіздердің алдарыңызда сөз сөйлеп тұрам деген ешқандай ойда болған жоқ. Бірақ соған қарамастан өзіме сабыр қылып, бір осындай үлкен емтихан ретінде қабылдап, 1 жыл күтіп, 1 жыл дайындалып, тағы да бір ұбт-ға қатысып, келесі жылы грантты жеңіп алдым. Одан кейін университетке аман-есен түсіп, қызыл дипломмен аяқтадым. Сондықтан өз күшіңізге деген сенім әрқашанда болу керек. Тек қана өз күшіне сенген жастар, тек қана өз күшіне сенген адамдар осы өмірде үлкен жарқын болашағы болады деп айтуға болады. Үшіншіден, басқаларға қарағанда ерекше болуға ұялмау керек. Өздеріңіз қалайсыздар, өздеріңіздің армандарыңыз қалай, осы армандарға жету үшін жұмыс жасау керек. Ата-аналарыңызға қамқор болыңыздар, ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Аға бауырларыңызды, қарындастарыңызбен ешқашанда қарым-қатынастарыңызды үзбеңіздер. Әрине, қазір сіздерге ата-аналарыңыздың кейбір айтқан сөздері түсініксіз болып көрінеді. Мен жаспын,
маған не деп айтып тұр, қандай кеңес беріп тұр деген сияқты әртүрлі қабылданатын мәселелер болады. Бірақ өздеріңіз көресіздер, мүмкін 15 жыл өтер, мүмкін 20 жыл өтер, бірақ осы ата-аналарыңыздың айтқанының 100% дұрыс екеніне көздеріңіз жететін уақыт келеді. Сондықтан әрине де ата-аналарыңыз сыйлап, оларға қамқор болуларыңыз өте маңызды. Бойларыңызда жаңа әдеттер қалыптастырыңыздар, денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар, шындыққа адал болыңыздар. Өйткені кез келген адамды әділдік пен адалдық мықты етеді. Абай атамыз айтқандай, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтан деп. Әрине қазір сіздер қай университет таңдасам екен, болашақта кім болсам екен деген ой бар. Бұл өте маңызды. Енді әрбір жоғарғы оқу орны мемлекеттік емес, өздерінің дипломдарын беретін болады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз болашақта жұмыс берушілер дипломды қажет етпейді. Жұмыс берушілерге керегі сіздердің білімді, білікті маман болуларыңыз. Бұл өте маңызды. Сондықтан мықты оқу орнын таңдап, болашаққа зор сеніммен қадам басуға шақырамын. Оқу құнының арзандығын, әлде емтиханды тапсырмай диплом алатын мәселені, әлде оқуға бармай диплом алатындай мәселелер таңдамай, шын мәнінде білім алуға құштар боласыздар деп сенемін. Сол себепті жоғарғы оқу орнын таңдаған кезде университеттің беделіне, оның репутациясына, оның тарихына, оның жұмыс берушілермен танылуына, осы мәселелерге ғана көңіл аударсаңыздар, ертең сіздердің болашақтарыңыз жарқын болатыны сөзсіз. Өмір атты белесте тек бір ғана білім алуға жет деген қағида қазіргі уақытта жұмыс істемейді. Бір ғана диплом алып, біздің ата-аналарымыз ары қарай жұмысын істей беретін. Бірақ қазіргі уақытта ондай жоқ. Қазіргі уақытта әлем өте тез дамуда. Сондықтан бізде де күнделікті оқуымызды жалғастыруымыз керек. Күнде-күнде бір жаңалықтарды, жаңа ақпаратты алып, тек қана бір дипломмен шектелмей өмір бойы оқуымыз керек деп біздің президентіміз де бүгінгі күні айтуда. Сондай-ақ білім және ғылым министрі ретінде тағы да бір мәселені айтқым келеді. Ең мықты үздік оқушыларға, ең мықты үздік түлектерге мұғалім мамандығын таңдағанды мен айтқым келеді. Осыған сіздер шақырамын. Неге? Өйткені болашақтың кілті ұстаздардың қолында. Өйткені біз елімізді дамыған елдердің ішіне қосамыз десек, онда бізге мықты мұғалімдер болу керек. Мықты мұғалімдер болу үшін бізге не керек? Ол үшін мықты ең үздік оқушылар осы мұғалім мамандығын таңдау керек. Ол үшін біз тиісті жағдай жасап жатырмыз. Мемлекет басшысының қолдауымен мұғалімдердің жалақысы өсіп жатыр. Оны тағы да 2 есе өсіреміз. Мұғалімдердің есептерінен, әртүрлі өзіне тән емес жұмыстарынан арылтып жатырмыз. Тиісті қолдау жасап, ары қарай да тиісті жағдайды жалғастырамыз. Осы мұғалімдік мамандықтарға түсетін болашақ студенттердің стипендиясы ең жоғары стипендия. Сондықтан ең мықты түлектер осы мұғалім мамандықтарын таңдайды деп мен үміттенемін. Құрметті достар, құрметті жас түлек, алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер, батыл болыңыздар. Барлығы өз қолдарыңызда. Осы қағида естеріңізден ешқашан кетпесін. Сөз соңында айтарым, өздеріңізді шектемей, кең әрі ауқымды ойлауға тырысыңыздар. Сонда ғана толағай табыстарға жететін боласыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін, әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын.